Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін жергілікті өзін басқару институтына қатысты тағы да бір тақырыпты қозғай деп отырмыз. Тақырып өте қызықты және өзекті. Ауыл билері туралы. Бүгін қонақта Шымкент қаласына қарасты Еңбекші ауданының төре билері. Оны қазір халыққа, жұртшылыққа түсіндіреміз, жалпы не ол деген сияқты. Төре билері, Төребек ағамыз және Сидула ағамыз төре билер. Төребек ағамыз және Сидула ағамыз, бұл кісілер төре билер. Төре би ауыл билері бар, ауыл билердің үстінен қарайтын төре билері бар. Енді бірінші сұрақ. Ауыл билері жергілікті өзін басқарудың бір элементі болып табылады. Жаңағы жергілікті мәселелерді шешуде бір жиналып, өздері ауылдың қатысты мәселелерді шешетін, бір орган, ұйым деген сияқты. Бірақ бұл ұйым ешқандай заңда бекітілмеген. Солай ғой? Заңда жоқ онда, иә? Даже тіпті қоғамдық ұйым деп те айтуға болмайды. Өйткені сіздер қоғамдық бірлестік болып құрылмағансыздар ғой? Халық өздері солай атайды, өздері сайлайды, иә? Енді сол туралы жалпы ауыл би институттары ауылда немен айналысады, содан бастасақ. Өздеріңіз кім бірінші бастайды? Би деген сөздің өзі бұрыннан өзі ата-бабамыздан келіп жатқан о билік бар. Елде, әрбір елде би болған. Соны қазір елді мекендерде бұл би деген халық пен биліктің арасындағы адам. Мына билік деген көпір дейді ғой? Әкімшілік, көпір. Мына билік мысалы үшін әкімшілік не істейді? О билермен ақылдасады, әкімшіліктің істеп атқан жоспарына бәріне биыл мысалы үшін ендігі жылға атқарылатын жұмыстардың бәріне әкімшілік бимен ақылдасады кейбір нелерді. Бимен ақылдасқаннан кейін халыққа би жеткізеді оны. Халыққа би жеткізгенде оны үйме-үй жүріп емес, елімізде құдай болады ауылда, той томалақ болады, басқа бір жиын болады. Сол кездерде би міне Құда қаласа біздің әкімшілік тарапынан біздің елді мекенге, ауылымызға міне осынша жол істелінеді, осынша спорт алаңшасы істелінеді, осынша балалар ойын алаңшасы істелінеді. Міне осыны халық білу керек. Себебі әкім оны бәріне жеткізе алмайды. Көп адам мысалы үшін телеарнаға қарауға кейбіріне уақытысы болмайды. Басқа одан кейін сұрағанда біз білмейміз деп айтады. Бірақ әкімнің өзі әр елді мекенге атқарылатын жұмыстарды, жоспарды ауыл билерімен бекітеді. Бәрін жинап, ақылдасады. Міне ауылға не керек бірінші? Бірінші необходим, не керек? Аудан әкімі ме? Аудан әкімі. Аудан әкімі. Ауыл әкімі. Ауыл округінің әкімі болады. Осындайда, ода сондай жұмыс атқарады. Сол үшін енді бұл... Бірақ енді әкім жоқ қой сіздерде. Бізде Еңбекші ауданның әкімі бар. Бірінші әкім. Ауданның әкімі? Ауданның әкімі. Ауданның әкімі әрбір ауданда міне бұрын бізде қаладан бұрын, қалаға келуден бұрын, Сайрам ауданынан 2 округ. Сайрам ауданынан өтіп келді, бияқа Еңбекші ауданына, Төле биден бір округ келді. Қазір бірақ Сайрам ауданында ауыл билері бар ғой? Сайрам ауданында ауыл билері бар. Сол мотивпен келіп отырды, сол тақырыппен, сол тәртіппен келіп отыр. Түсінікті, ауыл билері жалпы әкім мен халықтың арасында көпір дейді. Иә, көпір. Аға, сіз не қосасыз? Ауыл билері немен айырмашылығы бар? Мысалы, қазір көпір деп айтатын болсақ, депутатта көпірі әкім мен халықтың арасында. Басқа да қоғамдық кеңестері бар. Ауыл билері ерекшелігі неде басқаларға қарағанда? Керекті мәселені көпір деген халыққа керек. Сол жерде олай машиналармен жүріп, балдарымен мектепке алып барып келіп жатқан жағдайлар бар. Сондайда халықпен ақылдасып, билерге жеткізіп, билер соның келешек шешілуіне жәрдем беру керек, қай уақытта болмасын. Сондықтан бұл халық пен бидің арасындағы әңгіме
халық тура би халыққа тура шешімін айтып, соны бекітіп береді. Би бекітеді. Иә. Мәселелерді, иә? Иә, мәселелерді осы көпірді салу, соның бәрін реттеп, халықтың пайдасына пайдалану үшін айтылады мәселелер. Аға, бірақ жаңа, мысалы, сіздер шешім қабылдайсыздар ғой? Ауыл билері. Мысалы, қандай мәселеде шешім қабылдайсыздар? Bir бағытты айтып бере аласыз ба? Жол мәселесі ма, или бір дау-думай туған кезде ма? Қандай салада көбісі шешім қабылдайсыздар? Мәселе көп қой, мәселе көп. Сол халықтың өтініштері, сұраныштары бойынша балдарға тротуар жол салып беру, мектептен шыққаннан кейін, мектепке бара жатқан кезде транспорттың қиыншылығын мынау абаттандыру, әртүрлі инфрақұрылымдық даму мақсатында сіздер бір ұсыныс айтасыздар, иә? Халықтың ұсынысын әкімге айтасыздар. Бірақ соны сіздер арнайы бір жиын өткізіп, сөйтіп талқылайсыңдар, сол кезде? Иә, әрине, халықпенен бәрін жинап, айтып, ақылдасып, осындай мәселенің барлығын біліп алыңдар деген мәселені біз жеткізіп айтамыз. Бірақ шешім қабылдаған кезде бір бұйрық шығарасыздар ма, әлде қалай? Шешім қабылданған кезде енді өзі бәрі халыққа жетіп қалады ғой, айтамыз. Бірақ ешқандай нормативті акт қабылдамайсыздар ғой? Қаулы, ондай шешім, бұйрық жоқ. Ондай қабылдап еткен емеспіз енді оны. Енді қызықты тақырыптың бірі, жалпы ауыл билері, мысалы, сіздер енді төре би деген, сіздердің қарамақтарыңызда ауыл билері бар, иә? Мысалы, сізде аға қанша ауыл биі бар? Қол астыңызда? Енді үшеу бар ғой, үшеу. Үш ауыл, иә? Мысалы, Еңбекші ауданында 15 округ бар, қателеспесем. Соның каждыйында ауыл билері бар. Еңбекші ауданында 3 округ бар, 3 аумақ. Бұрынғы ауылдар бар. Бұрын аудандық, ауылдық аудан болғанда, онда бұлай округтар көп болған. Қалаға өткеннен кейін, бұрын біз мысалыға, біз Жұлдыз ауыл округі әкімшілік еді ғой. Қалаға өткеннен кейін ол ауыл округі деген сөз жоқ. Жоқ, аха. Содан кейін соны бір Жұлдыз аумағы бойынша халықпен жұмыс жүргізу бөлімі етіп қойды. Қалаға. Сол жерде қанша Жұлдызда қанша ауыл биі бар? Мысалы үшін Жұлдызда 14 ауыл биі бар енді. 14 ауыл биі, 7 елді мекен бар. 4 жаңа құрылыс бар, мысалы 11 елді мекен бар. 7 ауыл биі бар. Иә, соның 14 ауыл биі бар. Себебі кейбірі 10 мыңнан астам ауыл бар ғой. Бір би жетпей қалады. 2 би болады сонда. Осындай билер нені қандай мөлшерінде тағайындалады? Территорияның көлеміне ма или халықтың санына ма? Халықтың жоқ, саны ондай бір норматив жоқ халықтың санына қарап. Бірақ бір би бәрі жоғына жете алмай қалады. Себебі мына жұмыс атқарып жатқанда бізде қазір халық қатысатын бюджеттер болады әкімшілік тарапынан. Жоқ, оған қазір кейін барамыз. Жалпы билердің қалыптасу керек болып тұр. Қалыптасу би өзінің кеңесшілері бар. Әр көшеден алады, ақсақалдарды қосады, 6-7 адам, олар ақсақалдар кеңесі болады өздерінің. Мен бүйтіп түсіндірейінші, міне Шымкент қаласы бір әкімшілік аумақтық территория, аумағы бірлік. Ол жерде бір әкім болады. Қала 5 ауданға бөлінеді. Қаратау, Еңбекші деген аудан. Оның бір әкімі бар, соған бөлініске байланысты. Енді ауыл биі неге қарай бөлінеді? Ол жерде қазір ауылдық округ деген түсінік жоқ, бір ықшам аудан бар. Сол сіздер көшеге бөлесіздер ма? Әлде бір халықтың санына байланысты ма? Әр көшеде бір көшенің адамдары, ішінде бір сыйлы адамдар, ол ауыл биіне жәрдемші болады. Ауыл биі, оның бір нормативі жоқ, пәленше адамға бір ауыл биі. Бір ауылда бір би. Үлкен ауыл болса, 2 би деп халықтың өзі бұлай келіседі, осындай сайлаймыз, өздері сайлайды. Біз оны бекітіп, основной солармен жұмыс атқарамыз. Енді ауылға керек... Сайлау арқылы келе ма? Сайлау ма әлде? Сайланады. Ауыл биі сайланады. Халық жиналады. Елдің хаттамаға сәйкес сайланады. Халық мысалы 10 мың адам болса, бір ауылда, қанша пайызы қатысқанда
ауыл биі сайланды деп танылады? Халыққа хабар беріледі. Бірақ заңға сәйкес қазір демократия, қаласа қатысады, қаламаса қатыспайды. Бірақ қатысқан адамдардың санына қарап, сайлауға қатысқан адамдар. Мысалы 100 адам келді ма? 100 адам келді ма? 50-ден астамы егер дауыс берсе, мына бір кісіге бір адам болады, 2 адам болады. Міне сол көрінеді осындай. Сол адамды сайлап қояды, болды. А келмеген адамдар, бұл деген сөз біз оға жиналған адамдардың несімен біз келісеміз деген сөз ғой. А бір бола ма? 4-5 адам қатысатын кездер бола ма? Болады. Мен ауыл биі боламын. Енді онша бұл енді былай да ақылы жұмыс болғаннан кейін оншама кейбірінде бұл ауылда беделі бар, құрметі бар, елдің ауылдың ақсақалы деген сөз бұл. 60-тан кейін асқан, одан кейін енді 60-ға кесе де, кемесе де қазір әр кейбір бизнесмен болса да, уақыты болса істейді, атқарады, несі бар. Даже осындайда қанеки бизнесменде кеп қойса, оның мысалы үшін жағдайы бар, біздің анау мұқтаж отбасылары бар, анау нашар отбасылар бар, сондайларға жәрдем беруде, мысалы үшін ода өзінің несі бар ғой, бизнесмендері, достары бар, сондайларды шақырады, агитировать етеді. Ауыл биі бол деп, ауыл биі бол бей, иә. Мысалы үшін оны біз әкімшілік біреуді міндеттей алмаймыз ғой, жәрдем берді. Мысалы үшін ауылда елді мекен, қазір енді бұрын ауыл еді ғой, қазір елді мекен деп айтамыз, тұрғын алап деп айтамыз ғой. Елді мекен деген общий бұлай түсінетін мағынада айтылатын нәрсе, елді мекен деген жақсы. Сонда мысалы үшін қараңыз, нашар отбасы бар, мұқтаж отбасы бар, одан кейін мектепке бару, мектепке жол деген акция өткіземіз, қарттар күні бар, наурыз өткіземіз. Бұны үкімет тарапынан өткізбейміз ғой. Осындайда ауыл билердің ролі үлкен. Осы ұйымдастырады. Халықты ұйымдастыру жағынан. Халықты ұйымдастыру. Біріншісі, ең біріншісі, халық бір-біріне интимақ болады, жақын болады. Бізде қазір ол Еңбекші ауданында 3 аумақ бар. 3 аумақтың елді мекендерінде билер бар. Қалғандары, мысалы ол этаж, көп қабатты үйлерде олар домком, анандай, оларда бізде форма жоқ. Форма жоқ. Ол бізде бұрынғы неден келген бойынша біз сол ауыл билерінің ролін сақтап қалып отырмыз. Түсінікті. Ауыл билер халықпен сайланады. Халықпен сайланады. Енді аға түсінікті болды, көрерменге. Ауыл билер қазір сайлау процесі, енді сайлау туралы заңына сәйкес емес, өзі жазылмаған заң дейді ғой сол. Иә, жазылмаған. Нетеді? Ауыл биіне мен түсінігімше 60-тан асқан, елге сыйлы азаматтар болады. Енді білімді деген сияқты. Ал төбе билер қалай сайланады? Енді сол бірнеше би болатын болса, солардың жүргізіп жатқан істері, халықтың арасында болып жатқан тірліктері, солардың бәрін жинап алып, сенікі дұрыстау болып, сенікі сәл қателеу болыпты деген үшін соның ішінде төбе би болу керек. Сол төбе би болатын мәселелердің бәрін солардың есіне жеткізіп айтып отырып, істетіп, соны тексеріп, үлкен жұрттың қанағатынан шығып отыру керек. Төбе биді қалай сайлайды? Или тағайындай ма? Төбе биді билер сайлайды. Билер ғой, билер. Жаңа сізге қарасты ауыл билер сізді сайлайды. Иә. Оған бір критерия бар ма? Төбе би қандай болу керек? Енді жаңағы жалпы билер бар ғой бірнеше. Солар бәрі отырып ақылдасып бір енді ішімізден біреуін сайлап төбе би. Осы мәселенің бәрін дұрыс жүргізіп жатырмыз ба, дұрыс істеліп жатыр ма дегендей бір адам төбе би сайлау керек. Бірақ төбе би жас болмайды, жас адам болмайды ғой. Жоқ, жас адам болмайды ғой. Елдің ақсақалдар шыққан, ақсақалдар өту керек. Зейнетке шыққан, жан-жақты хабары бар адамдар, соларды сайлаймыз. Сонда ол Мынаны түсінгеніміз дұрыс. Заң аясында бұл бекітілмеген. Ауыл би жоқ, төбе би ешқандай жоқ. Өзі жергілікті мемлекеттік өзіңіз басқару заңы бар ғой. Ол жерде әкімдер туралы айтылған, депутаттар туралы айтылған, және ауылдық елді мекендегі жергілікті қоғамдастықтар туралы жазылған.
Қазір кез келген ауылға, аудандағы ауылдарға барсаңыздар, жергілікті қоғамдастық жиналыс деген бар. Олар кәдімгі бюджетті де бекітуге келісім береді, ауылдан ауылдың әкімі келісімі, басқа да құзыреттері бар олардың. Кәдімгі жазылған. 39-шы бабында жазылған. Сіздер ешқандай заңда жоқсыздар, бірақ дегенмен өкілеттіктеріңіз бар. Ең басты халықтар сізбен санасады, халық тыңдайды деген сияқты. Сондай ғой, мен қателеспесем. Маған сондай ақпарат келді. Енді өз өмірлеріңізден, тәжірибеңізден айтыңызшы, бізге қызықты мынандайда жергілікті өзін басқару органдары, олар жергілікті мәселені шешуге қатысу керек. Жаңағы жол болсын, басқа болсын, іштегі дау-дамай болсын, соған өзара шешу керек сол мәселені. Сіздердің тәжірибеңізде қандай бір үлкен мәселені сіздер шешуге қатыстыңыздар? Соңғы естеріңізде қалған ауыл билері. Үлкен бір дау-дамай тудырған бір мәселе. Бұлайда би деген сөз, мына білесіз, кейбірінде жастардың ішінен біраз нелер шығып қалады ғой, сәл бір-бірімен бұзықтық шығып қалады. Ауылдың баласы бір басқа ауылдың баласымен бір төбелессе, Құдай көрсетпесін бір авария болса, осындайда бір сәл неғып шығады ғой, дау. Сонда мысалы үшін ояқтың адамы келгенде, енді кейбірі қызғанады, бұл ауылдың қызына алып қашып кетіпті, риза емес екен. Мәселенде, мысалы, осындай бір қақтығыстар шықса, то есть жеке адамның басында жеке адамның мәселесінде де олар келгенде кімге айтады? Ауылға келеді ма? Мысалы үшін мынау ауылда кім? Пәленше адам ақсақал, ауыл биі. Биге барайық. Би өзінің ақсақалдарына, сөзі өтетін адамдарына. Әкімге бармайды. Жоқ, әкім ондайға не қылмайды ғой. Онда билер сол үшін керек. Әкім басқада жұмысы жетеді. Прокурор ол же қазір медиация бар. Медиация, білесіз. Біздер медиацияны жұмысасыз ғой. Прокурорға дейін апармайтын, сотқа дейін апармайтын жұмыс атқару үшін ақсақалдар керек. Бір арзымайтын нәрсеге де енді құқық органдарына арызданса дұрыс емес қой. Ертең ауыл бір-бірімен жаман болып қалады, бір-бірімен қапа болып қалады. Сонда бұл елде ақсақал жоқ па, сөзі өтетін жоқ па деп. Біздің бұрыннан өзі біздің менталитетіміз Қазақстанның менталитеті сол. Ақсақалдар осындайда бір майда шүрелі. Енді адам өлтірген болса, ол бұзықтық жасау, біреудің несін ұрлаған, ондайда билер не қыламайды. Қандай естеріңізде болды, жаңағыдай бір естеріңізде қалған үлкен мәселені шешкендеріңіз? Ауыл билері болып. Мысалы үшін кейбірінде мысалы үшін бір түсінбеушілік болып біраз адам, қазір білесіз ғой, әркім үйреніп қалған, әкімшіліктің алдына барады, бір басқа жиналады, бір нелер жаратады. Осындайда осы билер өзінің мүшелерімен, ақсақалдарымен бірге ұят болады, қойыңдар, осы нәрсені алдымен біз билікке жеткізейік. Бір мәселені айта аласыз ба шешкендеріңізді? Енді ондай мәселеде мысалы көп шешілген. Біреуін болса да халыққа мүмкін қызықты шығар. Мысалға, енді қараңыз, алдыңғысында өткен жолы бір 2-3 жыл бұрын, бұдан мысалы үшін Қытай Республикасынан келіп мұнай зауытында істеді ғой адамдар. Біраз адамдарда түсінбеушілік болды, көрдіңіз ба? Қақтығыстар. Анау келген адамдарда мысалы үшін оларға үлкендеу төленеді ақшасы, біздікілеріне аз төленеді. Сәл не осындайда кімдер? Билер, құқық органдарында келіп билермен көрісіп, ақсақалдармен көрісіп, осындай нелерді тоқтатқан. Тоқтатып, заң аясында шешілген. Енді қазір жастар кейбірінде заң аясына оншама не olmaz, ой деп. Би деген сөз, қой деген сөз. Айналайын, қой, тоқта, ақылмен шешейік. Заңға сәйкес шешейік. Би деген сөз халықты көтермеу керек. Жоқ, заңға емес, адами қасиеттерге сүйеніп деген. Енді көтерілгенде адам уже адами емес қой, уже басқаша кетіп жатыр ғой бұяқта. Заңға қайшы болып жатыр ғой. Сіздер араласпаңыздар, біз заң аясында шешеміз. Заң аясында шешеміз. Келсе тиісті жауабını аламыз құқық органына. Міне осындай бір мысал, сол заводпен не қылып қалғаны. Басқа ондай енді майда шүйде болады, бірақ енді билер ақшаға істеп жатқан жоқ. Билер патриоттық сезімімен
билік жасап жатыр. Болмаса кейбірінде айтып қалсаңыз, олардың да несі бар. Оларға да бәр нәрсені жүктей бермейміз. Ана сөйлегенде өтініш жасаймыз. Оларға бәр нәрсені жүктесе, ертең біз айлық беріп жатқан жоқпыз ғой, оған тапсырма береді. Біз халықпен бірге істейміз осында. Бір мәселе туындаса, ауылдың билері қайда қарап отыр деп те айтып мүмкін ба? Көрші ауылдар, ұзықтық жаңағы екі ұлттың арасына немесе басқа бір рулың арасына болып жатады әртүрлі. Сол кезде айту мүмкін, ауылдың билері қайда қарап отыр деп. Би деген сөз, бұл ақсақал деген сөз. Ол жасына қарамайды. Мысалы үшін, жоқ, жастар болмайды ғой би. Жоқ, 60-тан асқан адам енді ақсақал, 80 жастағы ақсақал да бар. Мысалы үшін, о 80 жастағы ақсақалды бар ананы айт деп айтпайсың ғой. Жүгіретін ақсақалды, о да бір қызмет сияқты да бір адам. Ол түсінікті. Депутаттарда, сіздерде бұлар как қоғамдық жұмыс қой, айда қалмайды. Барлығы бір патриоттық түсінікпен келіп атқан әрекеттер ғой, бұл айтқан кезде. Мен мынау Өзбекстанда білесіздер, махалля деген жүйе бар, Сол жерде біздің түсінігімізге келетін, мысалы, антиконституциялық шешімдер шығару мүмкін оларда. Мысалы, бір ауылда мынандай болуы мүмкін. Жеке адамның арасындағы бытовой дейді ғой, мысалы, қақтығыстар болуы мүмкін. Жаңағы зомбылықтар болады, күйеуі әйелін ұрады, үйтеді деген сияқты. Сол кезде ауылдың ақсақалдары, махалля солар бар дейді. Солар барып қой деп айтады екен. Олар қояды екен дейді. Сонда енді мен сол жерге зерттеу жұмысының барысында маған сөйтіп айтты. Тура сол элементтер бізде болуы мүмкін ба? Біздікі де сол. Біздікі де сол. Ауылда зорлық, зомбылық жоқ па? Жоқ, зорлық, зомбылық тұрмыстық. Енді былайда адам ғой бір-бірімен әйелімен ұрды или басқа қылды, ана бала ажырасып кетті. Бұны енді жүрек бар ғой, кісілігіміз бар ғой, кейбірінде де өзімен өзі барып жараспайды. Сонда араға түскенде осындай ақсақалдарымыз, беделді азаматтарымыз, құрметі барлар араласып жарастырады. Ол болып жатыр ғой, бар ғой. Әрине болады. Әрдайым болады. Ол обязательно оларды бимен бірге шешіп жатырмыз. Ауыл тұрғындарының саясатын қолдау керек қой. Солар жарастыру кезінде бірінде қарсы шықпау үшін. Сондықтан билер халықтың көбінесе өтініштері мен айтқандарын қолдап істеп отыруға тырысады. Міне кейбірінде біздің Наурыз ең үлкен мерекеміз. Наурыз болғанда, мысалы үшін, бияқ көкеміздің ауылында болса, бияқтан бие біздер мысалы үшін ұйымдастырамыз да бияққа барамыз. Ол деген сөз ауылдың бір-біріне ынтымақтығы. Бізде болса бұл көке жинап келеді ақсақалдар. Көп қой ондай. Қарттар күні болады, бір-бірімізді құттықтаймыз, бір-бірімізбен құшақтасып, жақын туысқандай болып құшақтасып, сыйласып жүреміз. Сол үшін біз 131-ден астам ұлттық мемлекеттің ынтымақтастығы оған қарап отыр. Біз нағыз ынтымақ осы билермен елді мекендерде. Енді елді мекеннің ауылдың ішіндегі ынтымақтасты жарастыруға бұл айтқан кезде. Өткенде мен мынандай естідім. Сіздерде бір ауыл, енді ауыл деп айтайық па, или қашан ауылдан дейік па? Елді мекен. Сол жерде ауыл билері, білмеймін, рас па, бұл өтірік па? Мысалға, сүндет тойларда, той ресторандарда жасауға шектеу қойыпты деп естідім мен. Бұлай қараса, бұл антиконституциялық шешім сияқты, то есть біреудің шешіміне араласу. Бірақ дегенмен сондай болды дейді. Сол рас па, өтірік па? Біздің елді мекендерде жоқ ондай. Кейде бұл артық кеткен нәрсе ғой. Болмаса өзінің ұлттық дәстүрін ұстау керек қой. Соны айтады да, ауылда өзіңнің үйіңде ағайынның арасында өткізіледі. Оны неге сен тойханаға барасыңдар, асханаға барасыңдар деген, бұл негізінде ағайынның арасында, туған-туысқандардың арасында өткізілген орынды нәрсе. Өйткені өсіп келе жатқан жас балдар бар, қыздар бар, солардың құлағына кірсе, сол миында қалады да келешек соны пайдалануға тырысады. Сол себепті. Бұндай шешім сіздерде болған емес? Шектеу жоқ, бірақ мен білетінім, бір-екі ауылдарда, бір-екі емес, біраз ауылдарда, мынау білесіз ғой, өлген үйге шығаратында, сол үйде тамақ беріледі, прямо
анау Той сияқты болып кетеді. иә, бұл тойға сен дайындалып той істейсің, жағдайың болса істейсің, дұрыс па? Қалай істейсің, қандай деңгейде істейсің, оны сен білесің, өзің жағдайыңа қарай. Өлік айтпай келеді, айтпай келеді. Сол үшін дұрыс, бәріміз жәрдем беріп жатырмыз өлік шыққан үйге. Бірақ мына дастархан, ол үйден өлік шықты. Ол үйде өзі 3 күнге дейін тамақта жеуге болмайды. Біз осындайды кемейтейік дедік. Құдайларда прямо не дейді ана праздничный не қояды да, адамдар как будто той дастархан. Соны кемейтейік деп ұсыныстар жасалып, көбісі сондай кемейтті. Себебі айналайын, келдің ба, бір табақ сорпаңды іш, тамағыңды жеді, Құран тыңдай, бол, шығамыз да кетеміз. Ондай шешімдер айтылды ма? Иә, сол шешімдер, иә, оны әкімшілік айтпайды, сол билер өзінің ақсақалдарымен келісіп, мүшелерімен сөйтіп ұсыныстар біраз енді тыңдайды, біразы тыңдамайды, оған мәжбүр ете алмайсың, оны сен істейсің. Айту міндет. Ақсақал ретінде айту мысал ретінде дейік. Сіздер заңмен бекітілген кейбір құзыреттерді сіздер ала алмайсыздар, әкімнің құзыретін ала алмайсыздар. Ол заңда бекітілген, әкім өзі орындайды. Сіздерде мысалы бізде кейбір заңдарға сәйкес мысалы адам өзі шешім қабылдайтын мәселелер бар. Соны бір жаңағы мен мысал ретінде айтайын. Дүрілдетіп той жасайды ауылдың ішінде. Немесе жаңағы адам өліп жатқан кезде ол үлкен дастархан жаюы мүмкін. Сондай, мысалы сіздер ауыл ақсақалдар жинап айтасыздар, мынау ысырапқа жол бермейік, біз осыны шектейік деп айтасыздар, Сол шешімді сіздер қалай жариялайсыздар халыққа? Енді ауылда есту керек қой енді бәрі. Олға қай жерде болмасын бір жиналады ғой көпшілік. Бір Құдай тамақтама, бір үлкен мәселе шешу үшін ба, сондай кезде сондай мәселелерді айтып, үлкен жаңағы жолдарын қалай етсе де соны халықтың арасында күнделікті бей жайғып пайдаланудың қажеті жоқ деген әңгіме ғой. Сондықтан сондай кездерде айтылады. Кейде әдейілеп жиналады ағайындар. Ағайындар жиналып, соның бәрін келешекте осының бәрін туралап, жұрттың көңілінен шығатындай шашылып төгілу дегеннің өзі кей уақытта жарамайды деген мәселеге келеді. Сол айтатын. Халықтар бір-бірден естіп тарайды ғой, бір-бірімен естігенде былайда мына би шешім қабылдады ма өзінің ақсақалдар мүшелерімен, одан кейін бір құдайда мысалы үшін ауылдың бәрі келеді ғой, 100% келмесе де бір 80%. Сол жерде микрофонда айтады, осындай бір шешімге келдік, мына ысырап болмасын, себебі байда істейді, кедейде адам алалар бәрі тең болсын, сол үшін мынандай тәртіппен істесек дұрыс болады деп міндетті айтып жатыр ма? Кей мысалы үшін бірінің жағдайы, бірінің сырттан келетіні бар, бірінің басқасы бар, соған қарап жұмыс атқарады. Бірақ бәрібір анаған көнеді, келеді тәртіпке, 80% келеді соған. 100% келмесе де 80-і тыңдайды. Оның өзі де үлкен не ғой, жұмыс қой. Ол жақсы ондай, адам бір-біріне жәрдем береді. Оның айтылуы сол жаңағыдай байлық жолына түскен себептерді азайтуға тырысу керек қой. Ысыраптарды, сондықтан бұл мәселені солай айтпаса болмайды. Өйткені өлім менен тойдың арасы деген айырмашылық жоқ қой, қай уақытта болмас. Кейде өлімге барасың ғой, жатса, жетсе, тойдағы дастарханнан мықты болып кетеді ғой. Ол енді өзіңе барған кезде соны тия алмай жүрміз ғой. Ол өйткені заңмен тыйылмайтын мәселе де. Көңіл айтып, көңілін солардың көтеріп кетуіміз керек. Сонда кей уақыттарда жаңа өздері сұрағандай соны айтып қоймаса болмайды деген. Енді жалпы бізде қазір шешім қабылдаушы органдар көп, ең үлкені ол мысалы әкімдік. Әкімдіктің қасында оған тапсырма беретін маслихаттар бар, депутаттар, Сіздердің аумақтарыңызда бәрібір бір депутат бар, қарайтын. Тағы қоғамдық кеңес деген бар. Азаматтық қоғамның олда бір деңгейі. Әкімдікте бар ғой, қазір қоғамдық кеңесі бар. Енді ауылдарда сіздер барсыздар. Ауылдың халқына сіздердің
қайсының беделі жоғары деп ойлайсыздар? Осы сіздердің жеке ойларыңыз. Қоғамдық кеңес енді әр неден болады ғой, елді мекендерде, мысалы үшін бір аумақтан, біздің аумақтан мысалы үшін 7 адам бар. Қоғамдық кеңес тек қана ол қалалық бар. Қаланың қоғамдық кеңесі бар. Қаланыкі да бар, аудандыкі да бар. Сіздер ауданда болмайды, мен білуімше. Сіз қоғамдық кеңес анау ассамблеядағы айтып отырсыз ғой. Қалада әр елді мекенде бір ғана қоғамдық кеңес бар. Ол Шымкент қаласының. Депутаттар бар. Мысалы, Шымкент қаласы мәслихатына 32 депутат бар. Ол жаңа ауыл әртүрлі округқа байланысты бөлінген. Біздің 3 аумақта бір депутатымыз бар. Барлығын мәселесі осы жергілікті мәселелерді шешуге қатынасады. Енді сіздер ауылдықсіздер, осы ауылдың халқына бедел жағынан қайсысы беделді деп ойлайсыздар? Ауылдың ішінде болған ауылдың билері. Таниды іштегі азаматтар деген не дейді анау, жоғары орган сол би, авторитет. Ағалар, ауылдың абыройын сақтап, келешегінің бәріне түзу жолымен, ақ жолымен жүруге келдіретін билер. Оларды айтады сөздері тоқтататын да ауылды билер. Басқа ма? Мысалы, адамдар айтады. Билер үлкен рөл ойнайды. Мысалы, айту мүмкін ба? Бұрын айтады, әкімдік қайда қарап отыр деп, сол сияқты ауыл билері қайда қарап отыр деген сияқты бола ма? Болады, Егер, конечно, оны егер ел ақсақалсыз, бисіз болмайды ғой. Сонда ауылда бір бағанағындай әңгіме шықпау керек. Жаман әңгіме, қақтығыс болмау керек. Ұлтаралық алдын алып отыру керек, профилактика. Бізде бөліну жоқ, қанша ұлт бар, бәрі бір-біріне жақын, бір-бірінің құдайында да, тойында да, жақсы күнде де, жаман күнде де бірге болады. Осы менталитетіміздің арқасында Құдай Тағала да біздің елімізге беріп отыр. Сыйластықпен қарайды. Аға, мынандай болуы мүмкін. Мысалы, сіздерде ауыл әкімі бар, ауыл әкімі инспектор дейді. Мысалы, сол кейбір мәселені жеткізе алмауы мүмкін, қала әкіміне. Мысалы, айтады, жол қауіпті бір жол болып тұр, немесе жарық жасау керек, айтамайды енді шын өмірімізде қала әкіміне бізге ақша керек деп. Вот осы кезде сіздер қосылу керексіздер, мен ойымша. Сізден тәжірибеңізде болды ма қала әкімі келген кезде, или қала әкімін өздеріңіз деп барып ауылдың несін айттыңыздар ма, мәселесін? Жоқ, жол мәселесі, мысалы айтып жатырсыз, басқа мектеп, мысалы ауылға қатысты. Ауданның әкімі өзі тез қала әкімі өзінің несі жоспарына сәйкес ауыл билерімен кездесу өткізеді. Ол боптар. Қала әкімі аудан әкімі бөледі. Әкім өз деңгейінде мәселені шешеді. Билерді тыңдайды, ұсынысын алады. Соған сәйкес көп жұмыс атқарып жатыр. Біз ағалар 30 минуттай сөйлеппіз. Соңғы қорытынды сұрақ. Әр деңгейде өзінің бір проблемасы бар. Сіздердің проблемаларыңыз, ұсыныстарыңыз. Мен білем, сіздер бекітілмеген органсыздар. Білуімше, даже сіздерде бір көлікте болмауы мүмкін, Жоқ, көлік жоқ. Сіздерде қандай ұсыныстарыңыз бар? Сіздерді әлеуеттеріңізді арттыру үшін, халықтың жалпы одан сайын дамыту үшін осы институтта қандай ұсыныстарыңыз бар? Немесе проблема бар? Ауылда енді халықта машина көп қой. Халық үшін шешетін, ауыл үшін шешетін мәселе болатын болса, соларға айтып, солармен келіп, ұсыныстар жасап кетуге болады. Оған ешкім болмайды деп айта алмайды. Себебі бұл сол ауылдың мәселе шешілейін деп отыр. Талаптарымыз орындалайын деп отыр. Сол себепті олардың машинасымен баруға болады. Жоқ, ұсыныс, проблемаларыңыз бар ма ауыл билерінің? Не ұсыныстарыңыз бар жалпы? Проблема ненің бар, халықтан шығады ғой. Мұнан билер, ақсақалдар, осы мәселелерді бәрін бізге қосылып шешіп тастамасақ, мына жерде мына асфальт жол салу керек, балаларға тротуар деген сияқты. Осындай мәселелер шешейік деген болса, обязательно онда бірге ақылдасып бәрін шешейік. Сіздің ойыңыз қорытындылап. Билердің ролін көтеруіміз керек, оларды қолдауымыз керек. Олар көп жұмыс атқарып жатыр.
егер мүмкіншілігі болса билерді заңдастырып осы былай не заңда отырғызу керек қой. заңға енгізу керек те оларға керек болса айлық төлеу керек. Ақы төлесе олар жауапкершілікті одан да әрі апарады. Себебі кейбірінде біз төлемегеннен кейін оларға бір нәрсе неден үкіметтен оларды міндеттей алмаймыз. Біз тек қана өтініш жасаймыз. Сол үшін оларды заңдастырсақ, ролін көтерсек, қолдасақ, әлем Гүлистан дейді ғой, сол сияқты жақсы бола береді дейміз. Ағалар, сіздерге көп рахмет келгендеріңізге. Әрине 30 минут ішінде жалпы ауыл билер институтын толыққанды аша мүмкін емес. Дегенмен бұл басқа өңірде жоқ институт. Мен білімше батыста да, солтүстікте де, орталықта да, шығыста да жоқ. Оларда енді ардагерлер, ақсақалдар кеңесі бар, бірақ тура осындай ауыл билері жоқ. Сондықтан мен ойымша болашақта мынау жергілікті өзін басқару концепциясын іске асырып жатырмыз ғой. Соның аясында осы ауыл билерінің мүмкін аттарын өзгертуіміз мүмкін. Мен ойымша тіпті атын өзгертпесе де болатын сияқты. Өте жақсы. Өйткені дәстүрді жаңғырту деген сияқты. Сол себептен мен ойымша осы ұсыныс ретінде айтайық, болашақтағы заң аясында осыны көрініс табылса, осы ауыл билері бекітілсе, жанның бір бауында. Сіздерге көп рахмет, аман болыңыздар, ел сыйлайтын ақсақал болып жүре беріңіздер. Рахмет сізге. Жақсы, рахмет.